Міне біздің жұмыс орнымыз, шеберханамыз. Осының сыртындағы әшекейлердің барлығы осы шеберхананың ішінде жасалынып шыққан дүниелер. Мынаның барлығы сол ағаштармен қапталды. Өйткені ішінде ағашпен жұмыс жасайтын болған соң, барлығын ағаш қылайық деп. Осы жердегі 2010 жылдан бастап осы шеберхананы ақырын қолға ала бастадым. Осы жұмыспен айланысып келе жатырмын. Ол кезде мына үй, мына шеберхана болмаған. Қазір ақырындап сол жасалған дүниелердің арқасында осындай шеберханалар жасап, және жасалған дүниелерді сататын лапка жасап, сондай әрекеттер жасап жатырмын. Көбінесе осы ағаш бұйымдарды, ыдыс-аяқ, астау, және ұсақ-түйек сувенирлер жасаумен айланысып жатырмыз қазір. Астанада Ханшайым деген бір немене бар, осындай қолөнермен айланысып. Сол жерде таныстар жұмыс жасаған, сол жерде бір көмек керек болды да, барып көмектестік әгелер. Сол жерде менің қолымнан келетін нәрселер екендігін мен сол кезде бірінші рет көрдім. Одан кейін осы жаққа көшіп келгелі арасында осы нәрселер жасап жүрдім. Сол бетті сөйтіп үйреніп кеттім жәнек. Ал бірақ менің атам, әкемнің әкелері осы ағаш жағынан мықты болған деп естимін. Ойлаймын, сол қаммен келген нәрсе екен, ол жарып шығып жатыр екен деп. Бұрын мен бұны хобби ретінде жасайтынмын. Басқа жұмыста істедім. Ол жерде арасында қолым бос болғанда ағаштардан андай домбыра жасап жүрдім, қобыз жасап жүрдім, одан кейін сандықтар жасап жүрдім. Соны ақырын әгінеге сұранысқа ие бола бастады. Сұранысқа ие бола бастағаннан кейін бұрынғы жұмысымды қойып, арнайы осыған бірақ бет бұрдым. Сол бет бұрғанның арқасында қазір осындай жақсы жетістіктерге жеттік. Енді шүкір, Пруон көмектесті, жаңағыдай станок алып берді. Содан кейін осы Қатон-Қарағайда туризм дамыту тағы бір бағдарламасы бар. Сол азаматтар тағы да осы баспананы салып алуға, шеберхананы салып алуға біраз қаражаттар берді. 2019 жылы осы жерде үлкен бір немене өтті, жиындар өтті. Сол жиында келіп Пруоннан туризмді дамыту мақсатында. Сол себептен бір жері осы Қатон-Қарағай болды. Қатон-Қарағайдан арнайы шеберлер болса, біз мастер-класстарға жібереміз деп, ол кісілердің сол кездегі жіберетұғын мастер-класстарына ие болдық. Сол арқылы Алматыға барып білімімізді шыңдап келдік. Қайтып келгеннен кейін сол 19 жылы мына бір станоктар алып берді, Пруон көмектесті. Ол станоктың да көптеген көмектері тиді бізге, өйткені бұрындары бір 15-10 минут істейтін жұмыстарды анада 1 минутта істеуге. Сондай бір жылдамдықты арттыруына себепкер болды ол кісілер. Сол 2019 жылы жаңағы Алматыға барып мастер-классқа қатысып келгеннен кейін осы нәрсені алдық. Балаларға үйрету жұмысын неге бізде мастер-класс өткізбеске деп. Сол себептен оқушыларды, мектептің оқушылары 4 және ол алыстанғы балалар емес, өзіміздің көршінің балалары. Сол балаларды жиып, осы жерде шегемен және жіппен сурет салу әдістемесін үйреттік жаңағы балаларға. Балалар 2-3 күннің ішінде осы нәрсені тоқып шығарды өздері. Мынау біріккен ұлттар ұйымының эмблемасы, осыны жасап шықты, әртүрлі заттарды жасап шықты. Және сонымен қатар мына ағашпен жұмыс жасаймыз деп жатырмыз ғой. Ағашты аттың немесе маралдың суретін салып алғаннан кейін мынандай станоктарменен біраз кесу жұмыстарын өткізіп аламыз. Ал осыны кесіп болғаннан кейін барып мынандай аттарға айлана бастайды. Осылардың барлығы өткеннен кейін боялып, одан кейін барып Қатон-Қарағай деген жазуыменен сөрелерге барып қойыла бастайды. Ал мынау марал жаңағы. Осы Қатон-Қарағайда өмір сүретін маралымызды ары қарай жасап жатқан оқушылардың және өзіміздің жұмыстарымыз осы нәрселер. Астау, ас әкелетін ыдыс. Бұл ағаш балқарағай ағашынан жасалған. Кедір деп айтады ғой.
осы ағаш өте сұранысқа ие болғандықтан осы ағаштың өзі осы Катон-Қарағай мен Риддер қаласында ғана өседі. Қазақстанда дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Елдер қазақтардың барлығы өзінің үйінде дастарханда тұрса екен деп осыған көп сұраныстар жасайды. Осыны жасап жатырмыз, өткізуге тырысып. Әр түрлері бар, размерлері әр түрлі. Мына тағы бір түрі тек қана оюлары менен үлкендіктері кішіліктеріне байланысты. Жалпы біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан осы қолөнер бұйымы бар. Аталарымыздың бойында болғаннан кейін біздің де қолымызға содан келді ғой деймін, осы шеберлік. Соның нәрсе шыдатпады. Бірдеңкені ұстасақ, бір кішкене ағашты ұстасақ, ол сувенирге ыйланып кетіп жатты, жаңа ыдыс-аяққа айланып кетіп жатты. Одан кейін неге осы нәрседен табыс таппасқа деп жұмыс ретінде қарастырдық. Жалпы мына Катон-Қарағай ұлттық табиғи парк деген парк қой. Емнеді табиғатты қорғау. Сол кезде ішіндегі құлаған ағаштар болады, желден жығылған ағаштар болады. Осы ағаштарды ол кісілер әкеп бір сататын орынға дайындайды. Сол жерлерден аламыз ағаштарды. Мына Катон-Қарағайда ең бірінші символ болған Берел қорған деген бар ғой, тарихи мұражай, сақ дәуірінен бері келе жатқан. Сол жерден шығып жатқан жылқылар бар. Сол жылқыларды сол кездегі қалпын сақтай отырып ағаштан жасап шығару. Және шама келсе әшекейлерінде тура соған ұқсат жасау. Сол нәрсе ең жақсы көрінетін және істегім келе беретін нәрсе. Өйткені ол нәрсе әлем бойынша сұранысқа ие болып тұрғаннан кейін де шығар. Жалпы Катонда шеберлердің сандарын арттыру керек. Осындай шеберханаларды көбейту керек. Өйткені қазір көбеймесе бәрібір болашақта көбейеді. Ол кезде Катонның өз азаматтары емес, шет жақтан келген азаматтар болып кетеді. Ал одан гөрі Катонның өз азаматтары көбейсе, осы елде, жерде тұрақты тұрып қалады. Соңғы Катонның болашағында дамуына да өздерінің үлестерін қосады деген ғой. Ал енді сырттан келесі жылдары енді мысалға аудан келеді деп жатыр. Егерде аудан келіп жататын болса, басқа жақтан шеберлер келеді бұл жерге. Өйткені осы жердегі келетін туристерде оларда сұраныс бар сувенирге. Қазір бізде де ақырын үйреніп, өз жұмыстарын істеп жатқан азаматтар бар. Осы шеберханадан дәріс алып шықты. Кейбіреуі мұғалім мектепте балаларға үйретіп жатыр осы нәрселерді. Міне жасалған заттарды қоятығын таза орнымыз. Осы жерден алатын адамдардың қолына ұстатамыз. Осы үйелден бастайды ғой, майдың аяғы үйелден бастап туристер келе бастайды күннің жылы уақытында. Ал енді біз қыстай ноябрьден бастап көктемге дейін осы сөрелерді осындай заттарға толтырамыз. Қазір сезон уақыты біткеннен кейін мына сөрелердің барлығы бос тұр. Енді өмір өзгергенде ол өмірді өзгертетін нәрсе емес, тек қана уақыттан ұтымды жақтарын пайдалану ғана болды бұрынның. Мысалға, бұрын 10 күнде жасайтын жұмысты 3 күнде бітіресің, қазір станоктың арқасында дегенде. Сол жағынан уақыттан ұттық. Бизнес туралы болғанда, енді осы жұмыстың өзі бизнес қой. Осы мына жасап жатқан сувенирлер, осылардың барлығы бизнес. Енді біздікі мысал үшін бұрынғы жасаған сувенирлеріміз 2000 теңгеге бағаланатығын болса, одан кейін неменеге жаңағы мастер-классқа барып келгеннен кейін ол 5000 теңгеге бағаланатын сувенир болды. Енді осы жерде ойлап көріңіз, жаңағы бизнеске байланысты, саудаға байланысты дәріс болды ма, болған жоқ па? Ол біз бұрындар сувенир жасасақ, біраз грубилау жасадық. Оның бағасы біраз төменірек болды. Енді ол тренингке барып келгеннен кейін, мастер-классқа барып келгеннен кейін ағашты қалай жылдамырақ және әдемі қылып шығару жағын үйретті. Сүйкімді қылып шығару жақтарын.
сол жерден барғанда қалған неменеміз осы сабағымыз. Бұл жерде тренингке барған 3 облыстан барды. Түркістан облысынан, Көлсай көлдерінен, соң кейін осы Қатон-Қарағайдан, Шығыс Қазақстан облысы. Осы жерден біз 5 адам бардық, ер азаматтардан. Ал әйел адамдардан 3 адам барды. Жалпы өзі 15 адам болды ғой деймін ол жерде. Сол жаңағы мастер-классқа қатысушылар. 5 күн болып өтті ғой. 5 күнде 5 түрлі нәрсені үйретті. Рахмет айтамыз деген ғой ол кісілерге. Көптеген жетістіктерге жеттік соның арқасында. Табысы бар, болашағы бар. Өйткені шетелден келген барлық азаматтар Қатон-Қарағай деген жазуы бар, бір естелік затты өздерінің отандарына, отбасыларына алып баруға тырысады. Сол кезде біз сол кәдесейді біздің қолдан алып кетсе екен деп, осы жерден алса екен деп жанталасып жұмыс жасаймыз. Ол кісілер де құр қолға айтпасын деп. Ал ол кісілер ол затқа риза болғандықтан, біз табысқа риза болып қалып жатамыз да. Негізгі көзі біздің еңбек ақымыз ғой. Өмір сүруге болатын жері.